Шәкірт тәрбиелеп, білген түйгенін ұрпақ жолында сарп етіп келген мұғалімдер сынға түсті. Шымкенттегі нөмірі 52-ші мектеп лицейінде ұстаз мәртебесін арттырып, оқушылардың құрметін нығайтуға бағытталған арнайы іс-шара ұйымдастырылды. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дегендей бүгінгі сынға түскен ұстаздар бар білгенін шәкірт бойына сіңіріп жүрген ардақты жаңдар. Олар сайыста 4 тур бойынша бақ сынап өзара тәжірибе алмасты. Байқаудың негізгі мақсаты мұғалім мәртебесіне қолдау көрсету, қолдау және сонымен бірге кәсіби біліктілігін шыңдау және де мектебіміздегі мұғалімдердің еңбегін, озық тәжірибелерін бөлісу осындай мақсатта өткізіліп жатыр. Қазір әр бірлестіктен бір мұғалімнен, яғни 8 сайыскер сынға түсуде. Сайыста ұстаздар Хакім Абайдың қара сөздерін жатқа айтып, қазақтың бір туар ұлын насихаттауға бағытталған жоспарларымен бөлісті. Қазақ халқына салып кеткен үлкен жолдары менен сөздерін, өлеңдерін, қара сөздерін таныстыру. Ал екінші мақсаттары мұғалімдерге үлкен жаңағы қазіргі айтылып жатқан мұғалімдердің мәртебесін көтеру мен олардың білімділіктерін арттыру. Мектепшілік додада топ жарған ұстаздар қалалық білім басқармасының алғыс хаттарымен марапатталды. Мұғалім мәртебесін арттырып, ұстаздардың шығармашылығын шыңдауға бағытталған шара алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Перизат Биназарқызы, Мұрат Адинаев, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.